Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Нұрайым. 2 жұмыртқа мен бананнан керемет, өте дәмді болып шығатын құймақтар дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға аршылған бананымызды салып, вилкаменен осылай езіп аламыз. Түйіршік қалмайтындай қылып, езіп шығуымыз қажет. Енді келесі бананымызды саламыз. Оны да езіп аламыз осылай. Сонан соң 2 жұмыртқаны салып араластырамыз. Жақсылап түйіршік қалмайтындай қылып еземіз. Араластырамыз. Сонан соң осы массамызға 2 ас қасық толтырып ұн саламыз. Бізге қоймалжың масса болу қажет. Ұндарымызды салып, осылай араластырып аламыз. Осымен қамырымыз дайын болды. Енді қуыруға кірісеміз. Ең алдымен табамызды жақсылап қыздырып аламыз. Сонан соң майымызды құйып, майымызды да сәл қызғанша күтеміз. Сонан соң қимақтарымызды қасықпенен салып шығатын боламыз. Орташа отта пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, менің рецептіммен өте дәмді болып шығады. Әсіресе балалар сүйіп жейді бұл құймақтарды. Себебі бананның дәмі ерекше болып, өте дәмді болып шығады. Тым жұқа етпей, орташа қылып жасаңыздар. Дайын болуға жақындағанда беттерінде кішкентай мынадай тесіктер пайда болады. Сол кезде екінші бетін ауыстырасыздар. Келесі бетін ауыстырып, қызарғанша ұстаймыз. Осылай достар, барлығын пісіріп алатын боламыз. Менде 15 минуттай уақыт алды. Мінекей дайын болды. Енді түсіріп аламыз. Осымен құймақтарымыз дайын болды. Мен сгущенкамен ұсындым. Қаймақпен ұсынуға да болады. Өте дәмді болып шықты. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Достар, алда әлі де керемет рецептермен бөлісетін боламын. Менің арнамнан алыстамаңыздар. Сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Нұрайым.